Енеміз 2 күнге де шыдамай біздің үйден кетіп қалды. Айман апай ұлына ренішпен қарап сөйледі. Балам, мен саған жақсылап айттым ғой. Қарындасың Сәулеге тойына дейін пәтер алып бермесең мен өз үйімді соған беруге мәжбүр боламын. Сонда мен қайда барамын? Ол осы сөздерді айтқанда Ерлан анасын үйінен қуып шыққан адамдай сезінді. Ерлан жұмыстан әбден шаршап келген еді. Апа, ондай ақшаны қайдан табамын? Біз Айгүл екеуміз жаңа ғана ипотека алдық. Өзіміз қарызға батып отырмыз. Айман апай оның сөзін тыңдағысы да келмеді. Сенің жалғыз қарындасың бар. Өз туғаның. Егер анаңды ойламасаң, енді өз күнімді өзім көремін. Үйімді жастарға беремін. Өзім сендердің үйлеріңде тұрамын. Ертең күтіп алыңдар. Телефон сөнген соң Ерлан қатып қалды. Ас үйде кешкі асты дайындап жүрген әйелі Айгүлге. Оның жүрегі бірден ауырлап кетті. Ертеңінде Айман апай расымен келді. Қасында 2 үлкен чемодан, бірнеше сөмке және банкаларға толы дорбалар бар еді. Үйге кіре сала айналаны шолып шықты. Үйлерің тым тар екен. Бірақ амал жоқ. Енді осында тұрамыз. Ерлан өзін қатты кінәлі сезінді. Анасына көмектесе алмағанына өкінді. Қарындасының мәселесін шеше алмағанына қиналды. Бірақ ең үлкен кінәсі осының бәрін әйелінің мойнына артып қойғаны еді. Айгүл үндемеді. Ол тек есік алдында тұрып бәрін бақылап тұрды. Жүзінде ашу да, өкпе де жоқ. Тек түсініксіз үнсіздік қана байқалды. Сол үнсіздік Ерланды бұрынғыдан да қатты қорқытты. Ал бұл үнсіздіктің үлкен дауылдың алдындағы тыныштық екенін ол әлі білмейтін. Бірнеше сағаттың ішінде үйдің берекесі қаша бастады. Айман апай аяқ киімін шешпестен ас үйге кірді. Мына кастрөлдеріңді лақтырып тастаңдар. Денсаулыққа зиян. Сосын дастархандағы кешкі асқа қарап қабағын түйді. Макарон ғана пісірдің бе? Ер адамды етпен тамақтандыру керек, сонда ғана күшті болады. Айгүл тағы да үндемеді. Ол тек енесінің аяқ іздерін сүртіп ыдыстарды орнына қойып жүрді. Айман апай болса тоқтамай ақыл айтумен болды. Мен марқұм күйеуімді өмір бойы борщ пен котлет жегізіп өсірдім. Нағыз мықты азамат болды. Себебі әйел адам сабырлы болу керек. Кейде үндемей қалу керек. Кейде жол беру керек. Отбасын ұстап тұратын әйелдің еңбегі. Ерлан анасына қарсы сөйлеуге тырысты. Апа, Айгүлдің тамағы өте дәмді. Маған ұнайды, бірақ Айман апай оны бірден тоқтатты. Сен не түсінесің? Анаңа көмектесе алмадың. Енді әйеліңді қорғайтын болыпсың. Ашыстап жүргенінде байқамайсың. Ерлан тағы да үнсіз қалды. Анасының әр сөзі оның жүрегіндегі кінә сезімін күшейте берді. Кешкі Айман апай қонақ бөлмеде теледидар қарап отырғанда Айгүл жатын бөлмеге кіріп кетті. Ерлан әйелі жылап жатқан шығар деп ойлады. Бірақ есіктің ар жағынан оның жай ғана телефонмен сөйлесіп жатқанын естіді. Анашым, келіңізші, маған көмектесіңіз. Уайымдамаңыз, Ерланға ештеңе айтпаңыз. Бұл оған тосын сый болсын. Ерлан бұл әңгіменің мәнін түсінбеді. Бірақ жүрегінде бір түрлі алаңдаушылық пайда болды. Ертеңінде таңертең есік қоңырауы соғылды. Есіктің алдында Айгүлдің анасы Күләш апай кішкентай чемоданымен күлімдеп тұр. Күләш апай үйге кіре сала қызы Айгүлді құшақтап амандасты. Қызым, жағдайыңды естіп келдім. Саған аздап болса да көмектесейін дедім. Ол бірден дәліздегі үлкен чемодандарға қарап күліп жіберді. Мына үйге көшіп келгендер аз емес екен. Айман апай оның сөзін жақтырмай қабағын түйді. Ас үйге кірген соң екеуінің алғашқы айқасы басталды. Айман апай, мен таңғы ас дайындап жатырмын деді. Күләш апай табаға қарап жымиып қойды. Жұмыртқа күйіп кетіпті. Ботқаң да дұрыс піспеген екен. Қойыңыз, мен өзім жасап жіберейін. Айман апай бірден ашуланды. Мұны мен дайындадым. Күләш апай сабырмен жауап берді. Онда тіпті өкінішті екен. Сол сәтте Ерлан да ас үйге кіріп келді. Күләш апай оған қарап сөйледі. Ерлан, анау шүмек тамшылап тұр екен. Жөндеп жіберсеңші. Әлде қолыңнан ештеңе келмей ме? Айман апай үндемей қала алмады. Бұл үйде менің ұлым тұрады. Күләш апай да бірден жауап қатты. Бұл үйде менің қызым да тұрады. Мен оның құқығын қорғаймын. Содан кейін үйдің тыныштығы мүлде жоғалды. Күндіз екі ана бір-бірімен сөз таластырып отырды.
Кешке Ерлан жұмыстан келгенде екеуі де өз шағымдарын айта бастайтын. Бірі қызының дұрыс өмір сүрмей жүргенін айтса, екіншісі ұлын мақтап шығатын. Ерланның басы күн сайын ауыра бастады. Тыныш отырып тамақ іше алмады. Футбол көре алмады. Үй бұрынғыдай жайлы мекен емес, нағыз шайқас алаңына айналды. Ал Айгүл болса бәріне сабырмен қарап жүрді. Ол екі анаға да шай құйып беріп, өз ісін үнсіз атқара берді. Бір күні Ерлан әйеліне жалынды. Айгүл, анаңмен сөйлесші. Бұлай өмір сүру мүмкін емес. Айгүл жай ғана жымиып жауап берді. Сен өзің анаңның бізге көмегі керек дедің ғой. Менің анам да көмектесіп жүр. Ол да мен үшін алаңдайды. Сол кезде Ерлан әйелінің көзінен бұрын байқамаған батылдықты көрді. Бұл бұрынғы үндемейтін Айгүл емес еді. Бұл өз отбасын қорғауды білетін мықты әйел болатын. Шешуші күн күтпеген жерден келді. Кешкі ас үстінде Айман апай тағы да қызы Сәуленің тойына дайындық туралы айта бастады. Ал Күләш апай өз туысының күйеуі жақсы адам екенін айтып мысқылдай сөйледі. Айман апай шыдамай кетті. Менің ұлыма тиісіп отырсың ба? Күләш апай да үнін көтерді. Өзің түсінген болсаң дәл солай. Бір сәтте екеуі қатар айқайлай бастады. Үйдің іші у-шу болды. Ерлан басын төмен түсіріп үнсіз отырды. Кенет орнынан баяу тұрды. Қолындағы шанышқы тарс етіп тәрелкеге түсті. Үй іші бірден тып-тыныш болып қалды. Ерланның даусы дірілдеп шықты. Жетет. Мен енді бұлай өмір сүре алмаймын. Апа, мен сізді қатты жақсы көремін. Бірақ осының бәріне шыдау мүмкін емес. Өтінемін, басқа жерге көшіңіз. Менің отбасымда тыныш қалдырыңыз. Айман апай алғашында ашуламақ болды. Бірақ ұлының жүзіне қарағанда оның әбден қашып кеткенін түсінді. Бұл еркелік емес еді. Бұл көмек сұраған адамның жанайқайы болатын. Айман апай баяу ғана басын изеді. Жарайды балам. Мен ауылдағы құрбыма барып тұра тұрайын. Келесі күні ол барлық заттарын жинап үйден кетіп қалды. Үйдің іші бірден кеңіп қалғандай көрінді. Ерлан терең дем алды. Көптен күткен тыныштық қайта оралды. Ол ас үйде ыдыс жуып тұрған Айгүлдің жанына келіп оны құшақтады. Рахмет саған. Сен менен әлде қайда ақылды екенсің. Сен бәрін дұрыс шештің. Айгүл күлімсіреп жауап берді. Мен енді ешкімнің өз үйімде мені үнсіз қызметшіге айналдыруына жол бермеймін. Бір сағаттан кейін Күләш апайда шайын ішіп болып қызына күлімдеп қоштасты. Міндетім орындалды дегендей көзін қысып үйіне қайтып кетті. Ерлан мен Айгүл шағын ғана пәтерінде екеуі ғана қалды. Ерлан әйеліне бұрынғыдан мүлде басқаша қарады. Ол енді Айгүлді қорғауды қажет ететін әлсіз жан емес, өмірдің қандай қиындығына болса да бірге қарсы тұра алатын сенімді серік екенін түсінді. Ерлан оның қолынан ұстап жай ғана айтты. Мен саған уәде беремін. Бұдан былай ең алдымен сенің сөзіңді тыңдаймын.